12 жасқа толған балаларға арналған. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Түбектің төл арнасы Маңғыстау арнасының эфирінде спорт кезет хабары. Бүгінгі хабарымызды біз ұлттық спортқа арнаймыз. Нақтырақ айтсақ, осы Маңғыстау облысында жанданған, жастардың қолына өткен осы дәстүрлі садақ ату өнері туралы айтамыз. Садақты қалай атады, жалпы садақ неден қалай жасалады, мінекей осы секілді сұрақтардың барлығына бүгінгі хабарымызда толық жауап алатын боламыз. Ендеше қадірлі көрермен, назарыңыз бізде болсын. Бүгін біз осы ұлттық спорттың бірі саналатын жалпылама жаугершілік заманда қашанда бабаларымыздың, батырларымыздың басты қаруының бірі саналған садақ ату, садақ туралы әңгімелейміз дедік. Ал енді жанымда менің осы дәстүрлі садақ ату өнерінің Маңғыстау облыстық федерациясының вице-президенті, бүгінгі таңда бапкер болып жүрген бауырым Жалғас Сәдуов. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам бауырым. Ал енді ең алдымен сұрақ. Енді жалпылама дәстүрлі садақ ату өнері ұмыт болып бара жатқан өнердің бірі еді. Бірақ сол бір өнерді сендер қолға алып, қайтадан жандандырып, мінекей көпшілікке осы спортпен шұғылдану үшін үлкен бір жұмыстар атқарып жатсыңдар. Ең алдымен бұл спортқа өздерің қалай келдіңдер? Кім болып бастадыңдар? Қалай бастадыңдар? Осыдан бір 2-3 жыл бұрын құрдас боламыз екеуміз сол жамбы атуды көріп, ұлттық спорттың нелерін көріп, сол кезде қызығып бастадық өзіміз. Сосын интернет желілеріне кіріп, садақты қалай жасайық, солардың бәрін істеп барайық дедік, бірақ қолымыздан келген жоқ. Сосын жайлап қойып бастадық. Сөйтіп уақыт өте келе құрдас болам Ақтөбе облысына оқуға кетті, өзіне садақ сатып алып, сосын Ақтауға келгенде, өзіміздің шаһарымызға келгенде сол садақты сол уақыттан үйреніп келіп бізге үйретті. Үйретіп, сол садақпен үйреніп, садақты атып, садақтың қыр-сырын, жалпы садақ неден жасалады, садақ қалай келген, ата-бабамыз садақты қалай атқан, соның бәрін зерттеп, Аллаға шүкір, енді осындай шәкірт тәрбиелеуге сөйтіп бел будық. Бәрекелді. Енді біздің елімізде жалпылама осы садақ ату өнері қай өңірде жақсы дамыған? Жалпылама бағыт-бағдарды осы жол сілтеуші ағалар қайдан табылды? Жалпы ең жақсы дамыған жерлер ол Қызылорда қаласы, Шымкент қаласы, Алматы қаласы және де Нұр-Сұлтан қаласы. Ең бірінші болып 2008 жылы атыраулық ағамыз Мұрат Габдусалимов дейтін кісі бар. Осы садақтың қыр-сырын, садақ қалай істейді, өзі де сол қолдан садақ жасап, жебе тартып, садақтың кірісін жасап, өзі де сонымен кәсіби түрде айналысып жүрген кісі. Алматыда кісілер бар, Мұхтархан ағамыз бар, Ахмет ағамыз бар, Бақтияр деген ағаларымыз өте көп. Ал жалпы федерацияға келетін болсақ, Астана қаласында Азамат, Диас деген ағаларымыз бар. Олар садақ ату дәстүрлі республикалық федерациясына ашып, осы қазақ жұртына осы дәстүрлі садақты дәріптеп жүрген кісілер. Енді біз осы Маңғыстау еліне дәстүрлі садақты алып келіп, осы балаларымызды, жасөспірімдерді қазақтың төл өнері ұмытылмасын. Енді Аллаға шүкір 10-15-ке жуық шәкіртіміз бар. Соларды дайындап, енді соларды болашақта әлемдік деңгейде, республикалық деңгейлерде жалпы қазақтың ұлттық спортын, қазақтың дәстүрлі садақ ату спортын әлемге паш етеміз деген ойымыз бар енді. Бәрекел Жалғас бауырым, істерің алға баса берсін. Ендігі сұрақ мынадай, жалпылама мына садақ ату өнерінің белгілі бір түрі олимпиадалық спорттың қатарына жатады. Әлем бойынша осы садақ атумен жалпы шұғылданатын адамдар саны көп. Ал енді осы сіздердің насихаттап жүрген біздің дәстүрлі садақ ату өнері олимпиадалық топқа жата ма? Олимпиадалық топқа жатпайды. Себебі неге? Екеуі айырмашылығы өте көп. Тұрысынан, техникасынан, садақтың өзінен мысалға. Олимпиадалық садақта, спорттық садақта өзінің стабилизаторлары болады, өзінің арнайы құрылғылары болады. Садақ тастағанда садақтың дірілі білінбеу үшін сондай арнайы өзінің құрылғылары болады, көздейтіні болады мергендеп.
белгілі бір талаптары бар дейсіз. Белгілі бір талаптары. Ал дәстүрлі садақта ол садақтың өзі кірісі, адырнасы, жебесі болды, басқа ештеңесі. Бірақ енді ең бастапқы қадамды осы дәстүрлі садақ ату өнерінен бастап, кейін өзіңнің шеберлігіңді шыңдап, сол олимпиадалық спортқа кетуге болады. Болады. Оған да болады. Неге десеңіз, бұл садақтан кейін олимпиадалық неге өтсең, менің өзім ойымша олимпиадалық садақ кішкене оңай көрінетін сияқты. Себебі бұл садақта көздейтін мергендік жоқ, стабилятор жоқ. Сондай кемшіліктеріне былай айтқанда қарамастан, дәл мергендей білудің өзі олимпиадалық спортқа барған кезде әлдеқайда жеңіл болады. Түсінікті. Бүгінгі таңда осы Маңғыстау облыстық дәстүрлі садақ ату өнері федерациясында қанша өкіл бар, қанша бапкер бар, қанша шәкірт бар? Біздің федерацияда 10-ға жуық бапкерлер, жұмысшылар бар. Шәкірттерге келетін болсақ, 15-ке жуық шәкіртіміз бар. Оның ең кенжесі 12 жаста, ең үлкені 40 жасқа шамалақ болған кісі. 40 жастағы да азаматтар келіп, осыны үйреніп жатыр. Тек қана 40 жастан үлкен ақсақалдар да келіп, бұл садақ өнерін, енді қазақ болғасын, қанын жүйіріп тұрғасын өздері келіп сөйтіп атып қызықтап кетеді негізі. Қазір осы Маңғыстау облыстық дәстүрлі садақ ату федерациясы жасақталды. Мінекей сіздердің құрамдарыңыз бар. Жалпылама республикалық дәрежеге көтерілу, республикалық ұйымға мүше болу мәселесі қалай болып жатыр қазір? Ол жағын қарастырып жатырмыз. Құжаттардың бәрін қазір дайындап, әзірлеп, бұйырса Алла қаласа алдағы уақытта сол Нұр-Сұлтан қаласына сол құжаттарымызды жіберіп, сол дәстүрлі садақ ату федерациясының құрамына кіреміз деген ойымыз бар. Бұл федерацияға ресми түрде мүше болу жаңа мүмкіндіктерге жол ашады ғой. Демек, сайыстар, жарыстар, неше түрлі фестивальдар болады. Соларға Маңғыстау облысының жеткіншектеріне, шәкірттеріне үлкен жол, яғни мүмкіндік дейді, осындай мүмкіндік ашып береді. Ендігі бұл жерде жалпылама енді ұлттық спорт дейміз, дәстүрлі садақ ату өнері. Бұның ерекшелігі неде? Адамды несімен тартады бұл спорт? Бұл спорттың ерекшелігі өте көп. Кезінде ата-бабаларымыз бұл садақты, бұл жайды тарту үшін тек соғысқа емес, тек жауынгерлікке емес, тек аңшылыққа емес, өздерінің мақсаттарын дөп жеткізу үшін бұның тартатын жерлері өте көп. Бұл денсаулыққа пайдалы. Бұл садақ ату тек қана өнер деп қоймай, ол өзінің адамның денсаулығына да, көзінің көруіне, білектегі күшке, өзінің ойының мықтылығына, білімінің мықтылығын шыңдайтын бір құрал деп есептесек те болады. Енді мана сөз барысында айтып өттік, жалпылама өзіңде сұхбат барысында айтып өттің, жамбы ату мәселесі. Бұл спорт мінекей біздің дәстүрлі садақ ату өнері осы жамбы атудан, яғни аттың үстіне тұрып садақ атудан қандай айырмашылығы бар, қандай басымдығы бар? Қандай айырмашылық дегенде, айырмашылық сол адам, мысалы жамбы атуда 7, 8, 9, 10 метрлік жерден аттың үстіне шауып келе жатып, 8-10 секундтың арасында жебесін, мысалы 4 нысанама, 4 нысанаға 4 жебесін тегіз үлгеру керек. Ал садақты жерден ату, оның ара қашықтығы бар, 30, 50, 70, 100-ге дейін барады, жерден атады. Екеуінің айырмашылығы негізі өте көп. Ендігі кезекте біз осы садақтың құрылымы туралы, жалпы садақ туралы айтайық. Жалғас, ең алдымен бізде қазір қандай садақтар бар, оның қандай ерекшеліктері сол туралы бастайық. Мына садақты қалай жасақтау керек?
Бұл садақ кезінде ата-бабаларымыздың ағаштан жасалған таза садақ. Кезінде ата-бабаларымыз дәл осы садақпен жауға шапқан, аң аулаған. Бұл садақтың тартылу күші өте ауыр, себебі кезінде ата-бабаларымыз батырларын жауға шаптыратын кезде, жауға шығаратын кезде кірісін адырнаға бекітіп көрсететін болған. Бекітіп, яғни тестілеу дейді, экзамен қабылдап, соларды жауға шығаратындай қылып есептейтін болған. Адырнаны тартып, кіріске бекітеміз. Бұл айтқанда әлі бала күйінде, демек күш қайраты жетпейді деп, жауға шабу ерте деп бекіткен. Ал бұл садаққа келетін болсақ, бұл оқу жаттығу садағы. Бұл садақтың жібі кіріс деп аталады. Садақтың өзі адырна, екі иіні және белі болып келеді. Бұл неге оқу жаттығу садағы? Себебі приклад дейді ғой, арнайы жебені қойып, жас жеткіншектерге кішкене оңай болсын деп, қолдарын үйретіп алсын деп, икемге келсін деп, арнайы осындай садақтарды жасап шығарған. Бұл садақтың ауырлық күші 15 келеге дейін барады, тарту күші 15 келеге дейін барады. Бұл садақты тарту жалпы оңай келеді. Бұлмен жас өспірімде, үлкен кісі де, қарт адамда бұл садақпен оңай қолдана алады. Қазір бұл айтқанда мына сіздің мектепке келетін, осы спортты енді үйренгісі келетін жандар ең алдымен осы дайындық сынағынан өтеді. Дайындық сынағынан өтеді. Әрине біз бұны үйретіп, қауіпсіздік шараларымен таныстырып, бұл садақты сатамыз. Біз бірден келгенде балаға садақты бермейміз. Арнайы жаттығулар, арнайы нелер өткізіп, түсіндіріп, садақтың мән жайын түсіндіріп, бәрін естегеннен кейін қолына садақты сатамыз. Ал енді тарту күшін көрсетейікші. Жаңа 15 келеге дейін дедік қой. Тарту күші дегеніміз міне, көрсетейік осын. Тарту күші қалай белгіленеді? Тарту күші, мысалы, садақты тартқанда, садақты үш саусақпен иектің астына қарай ағып келіп, сынтағымызды жоғары көтеріп, садақты тартамыз, қолымызды дүзу ұстап. Міне, дәл осы тұрыста садақты тартып, оқты нысанаға жібереміз, бағыттаймыз. Осы шамамен 15-14 келе шамасында шығып қалады. Ал кезіндегі ата-бабаларымыз 80 келеден бастап 90, 100, мүмкін одан да ауыр тартылу күшімен де атқан деп айтылады тарихта. Ал енді жебеге қарай келейік. Бұл жебелер қандай жебелер? Енді бұның да атауы бар шығар. Сондықтан сондай-ақ қалай жасалады? Бұл да жаңағыдай жаттығу жебесі, қару жебесі болып бөліне ме? Әрине, дәстүрлі садақпен, жалпы спорттық садақта жебелер екіге бөлінеді. Дәстүрлі садақта ағаш жебелермен атамыз, ағаш оқтармен, яғни. Ал бұлар таза спорттық жебелер. Бұны біз оқу жаттығу барысында балаларға ыңғайлы болсын деп, басында тез бекемделіп алсын деп, осы жебелермен үйретеміз. Ал жебенің өзіне, оқтың өзіне келетін болсақ, оқтың бас жағы мына ұшы жебе деп аталады. Оқтың сабы, қанаты, табаны дейді, кейбіреулер масағы дейді. Осыны масағы деп айтады. Кейбіреулер табаны дейді, кейбіреулер масағы дейді. Жебенің құрылымы осындай. Ал жебені садаққа қалай таңдау керек, оны қалай істеу керек, оның өзінің арнайы өлшемі болады, арнайы ұзындығы болады, арнайы өзінің жебелері болады. Әр садаққа бұдан да ұзын болуы мүмкін. Бұдан да ұзын болуы мүмкін, бұдан да қысқа болуы мүмкін, бұдан ауыр да болуы мүмкін. Ал мына қызыл қанат пен ақ қанат неліктен? Бұның не қажеттілігі бар? Қызыл қанат пен ақ қанаттың қажеттілігі ол ұшу бағытына. Яғни оқтың дөп нысанаға тиюіне өзінің үлкен үлесін қосатын қауырсын деп айтады ғой енді. Сол қауырсынның өзінің үлесі өте көп. Бұл айтқанда желге, ауаға ұшқан кездегі өзінің траекториясын, бағытын жоғалтып алмау үшін осы үкілерді қояды. Түсінікті. Ал енді ең алдымен мен алғаш рет болғасын дайындық сынақтан өткізетін қарапайым садақтан бастайық. Мен алғашқы жебені атпас бұрын қауіпсіздік техника жалпылама нысанаға барудың өзі қалай болады?
соның бәрін түсіндіріп өте кетейін. Садақты ең алғаш ұстағанда оқты кіріске бекіткенде соның бәрін түсіндіріп кетем. Оқты кіріске бекіткенде жебені төмен қаратып, яғни мына ақ қауырсынын сыртқа қаратып кіріске бекітеміз. Кіріске бекітіп тұрысымыз, мына екі аяғымыз мына иықтың бойымен теңгеліп тұру керек. Иықтың бойымен теңгеліп, мына екі қолды екі жаққа жайғанда үш саусақпен кірісті ұстап, оқты тартып, нысанаға көздеп, демді қыспай жібереміз. Оқты жебеге бекіткенде, мысалы, кезінде ата-бабаларымыз бұл садақты негізінде жай деп атқан. Жай деп атаған. Садақ деп, мына садақтың өзін салатын қорамса болады ғой, соны садақ деп айтқан. Қазір ата-бабаларымыздан келіп, бәрі садақ деп атап кеткендіктен, бәрі бұны садақ деп атады. Негізгі түп тамырынан келетін аты ол жай. Оқ жай сөйтіп айтылады ғой, оқ жай дейді. Басқа елдерде, мысалы башқұрт елдерінде, басқа түркі елдерінде яқ деп айтады, яй деп айтады. Мысалы башқұрт елдерінде оқ яй деп айтады. Сол сияқты бізде оқ жай. Енді аяғымызды иығымыздың деңгейімізбен қойып, қолымызды екі жаққа жайып, кірістен ұстаймыз. Кірістен ұстап, оқты тартамыз. Яғни кірісті тартып, демімізді қыспай, екін. Мысалға, қазір сенің мына тарту күші қанша болып тұр? Бұл жайдың, яғни бұл садақтың тарту күші 50 фунт, яғни 20-22-25 килоға дейін бар. Ал мына жебені тартқан кезде саусақ, 3 саусақ, 2 саусақ бұның айырмашылығы өте көп. Біз дәл қазір ұстап тұрғанымыз бұл европалық тәсіл дейді, әдіс, европалық стиль дейді. 3 саусақпен оқты қыспай тартамыз. Европа елінде кезінде осылай атқан. Ал ата-бабаларымыз болатын болса, кезінде оқты жайдың оң жағына бекітіп, бас бармақты оқтың астына қойып, сұқ саусақты бас бармақпен қысып, жебені кірісті тартатын болған. Яғни міне осылай тартып, кезінде бұл жебені тартуға негізі адамдар көп өзінің үлесін қосқан, жебені тартқан кезде өзінің ой өрісін, мысалы қазір қыс мезгілі жел, далада бұршақ жауып тұр, соның бағытына қарап, соның бағдарына қарап желді өлшеп, өзінің бағытымен, бағдарымен нысанаға дәл бағыттайтын болған. Мысалға, мына жебенің өзі тым жеңіл десек болады. Тым жеңіл, арнайы осы оқу жаттығуына арналған жебелер оқтар. Бұл енді жеңіл болған жерде міндетті түрде желі болса әсер етеді ғой, ұшу бағытына. Сондықтан міндетті түрде әсер етеді. Оны бағытқа алғанда желдің бағытына қарап, мысалы жел оң жақтан соғып тұрма, сәл сол жаққа алып, сол жақтан соғып тұрма, жай сәл оң жаққа алып деген сияқты.
кезінде ата бабаларымыз аңға шыққанда аңның терісін несін жарлап алмау үшін садақтың жебесін алып арнайы осындай оқтармен ататын болған. Жануарларға, жалпы адамдарға оқу жаттығу кезінде адамды жарақаттап алмау үшін, терісіне зиян тигізбеу үшін басындағы жебесін алып, оқтың ұшын дөңгелетіп, жалпақтатып, яғни жалпақтатып, сөйтіп аңға шығатын болған, жалпы оқу жаттығу кезінде осылай пайдаланатын болған жебелер. Сол кездегі шәкірттер осындай жебелермен үйренген. Әрине осындай жебелермен үйреніп, өздерінде практика жүзінде, теория жүзінде жасап көрген. Сәл жел күшейді. Менің жанымда Жалғас бауырым, ол осы Маңғыстау облыстық ұлттық садақ ату мектебінде тәлім алып жүрген шәкірттердің бірі. Жалғас, танысқаныма қуаныштымын. Уағалейкумассалам. Енді сен алдымен осы садақ ату өнеріне қалай келдің? Кімнен естідің? Қызығушылық қайдан болды? Мен негізі жалпы садақ ату қызықпайтын. Балдардан кішкене естіп, біліп, қайда бар екен, қызығушылықпен бардым. Сосын жаймен үйренісіп, садақ ату үйірмесіне қатыса бастадым. Бапкерлерім дайындап, үйреніп жатырмын қазір. Ең басында жай қызығушылықпен барды. Қызығушылықпен. Садақтың жебесін тартып көрейін, атып көрейін деп. Ең алғаш барған кезде садақтың жебесін тарту, оны нысанаға дәлдеп ату қиын болды ма, оңай болды ма? Әрине қиын болды. Садақта тарту күші бар. Сол күші кішкене енді біз бірінші рет ұстағаннан кейін, яғни өзім қиындау болды. Мен сосын осы үйренейінші деп үйірмеге жазылдым. Сосын дайындықтарына барып үйреніп, енді қазір үйреніп жатырмын. Қазір енді тұрақ тұрды, енді болашақта жалпы осы спортты ары қарай да жалғастырып, осы спортпен шұғылдағың келеді ғой? Әрине биік белестерді бағындырғым келеді. Осы үйірмеге қатысып, mesela жастар келе жатыр алдымызда, бапкерлерім дайындап жатыр. Үздіксіз дайындықтамыз. Үй ішің, өзіңнің отбасың бар, жаныңдағы достарың бар. Міне мен осындай ұлттық спортқа келдім, садақ атумен шұғылданып жүрмін дегенде көзі қарасы, пікірлері қандай болды? Әрине басында анашым айтты керек емес деп. Сосын жаймен көрсеттім, барып, өзіміздің дайындық бөлмесі залға барып көрсеттім. Осылай анашым қарсы болған жоқ. Қатыса бер. Mesela биік белестерді бағындыруға сенемін саған. Сол анашымның арқасында қатысып осы спортта алып келді. Ал енді күнделікті жалпы аптасына қанша рет, неше сағаттан жаттығу жүргізесіңдер? Аптасына 3 рет. Бірінші, үшінші, бесінші тақ күндері. Аптасына 2 сағаттай жаттығу болады. 2 сағаттай. 2 сағаттың бәрінде садақ атпаймыз. Әрине қолдың күші керек, дайындаламыз. Сосын барып жаймен ата береміз. Алдағы уақытта жалпылама осы дәстүрлі садақ ату өнерін игергеннен кейін, білікті бір маман болғаннан кейін аттың үстіне шығып садақ ату ойда бар ма? Олимпиадаға қарай бет бұру мысалға. Неге жоқ? Осы спортты алып кетіп жатсам, жамбату, яғни аттың үстінде садақ ату. Бұйырса, оны да бағындырамыз деген үміттемін. Қадірлі көрермен, бүгінгі спорт кезет хабары осы дәстүрлі садақ ату өнеріне арналды. Бүгінгі хабарымызда көптеген қызықтарды өздеріңіз көрдіңіздер. Мінекей қарапайым садақты ату жебені тартудың өзі оңайға соқпайды. Сондықтан жігіттер, сендерге үлкен алғыс білдіреміз. Алла қаласа үлкен жетістіктерге жетіп, мектептерің кеңейе берсін. Ал енді расында мінекей
осындай ұлттық біздің спортымызды дәріптеп жүргендеріңе, көпшілікті осыған қызығушылығын арттырып, осы насихаттап жүргендеріңе алғыс білдіреміз. Қадірлі көрермен, егер сіз де осы садақ ату спортына қызығушылық танытсаңыздар, онда дәстүрлі садақ ату мектебіне келіңіздер. Амандықта болайық, спортпен шұғылданыңыздар.